Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Бүгін сіздерге қазақстандықтар қандай акциялармен көп сауда-саттық жасайтындығы туралы айтатын боламын. Акция көп саудаланатын болса, ол ликвидті. Сіз оны кез келген уақытта сатып алып, кез келген уақытта сата аласыз дегенді білдіреді. Сіздер ең көп саудаланатын 10 акция атауын білгіңіз келсе, видеоға лайк баса кетіңіздер, ал мен ары қарай жалғастырамын. Білесіздер, акцияны алмас бұрын оның ликвидтілігіне де назар аудару керек. Егер сіз сатып алған акция ликвидті болмаса, оны ешкім де сатып алмайды. Сөйтіп, сізге ақша керек болғанда, немесе акция бағасы түсіп бара жатса, сіз сан соғып қаласыз. Акциялардың ликвидтілігін білу үшін бір ай ішіндегі сауда көлемін қарастырамыз. Мен былтырғы жылдың желтоқсан айын алдым. Бір ай ішіндегі сауда көлемі жоғары болған сайын акция ликвидті деп саналады. Мен ликвидтілікті Астана қор нарығында жарияланған деректерге сүйене отырып бөлісетін боламын. Ликвидтілігі ең төменгісінен бастап жоғарысына қарай жүретін реттілікпен айтатын боламын. Сонымен бастайық. Еліміздегі ең 10 ликвидті акциялар. 10-шы орындағы акция ол Озон Холдингс. Бұл ресейлік компания электронды коммерциямен айналысады және өз қызметін 1998 жылы интернет дүкен ретінде бастаған. Оның бір ай ішіндегі сауда-саттық көлемі $6056. Сатып алу қызықтыратын болса, экранда жазылған тикерді жазып, өз брокеріңізден іздесеңіз болады. 9-шы орындағы компания акциясы ол Fix Price Group. Компания акцияларының сауда көлемі Астана қор нарығында бір ай ішінде $15202 құрады. Бұл ресейлік компания бекітілген бағада сауда-саттықты жүргізумен айналысады. Компания 2007 жылдан бастап өз қызметін бастады және Қазақстан, Монғолия, Ресей, Грузия, Өзбекстан және тағы да басқа елдерде өз қызметін ұсынып келеді. Осы компаниямен бірге табыс табамын десеңіздер, мұна экранда жазылған тикерді іздеп тауып алсаңыздар болады. 8-ші орынға Nostrum Oil and Gas компаниясы жайғасты. Оның бір ай ішіндегі сауда-саттық көлемі $114,389 құрады. Компания аты айтып тұрғандай, газ және мұнай өнімдерін өндірумен, өңдеумен айналысатын отандық компания. Ол 1997 жылдан бастап нарықта өз қызметін атқарып келеді. Компания акциясын сатып алу қызықтыратын болса, келесі тикерді жазып сатып алуға болады. Келесі компания ол бәрімізге танымал Kaspi.kz. Акцияның сауда-саттық айналымы бір айда $502,512 құраған. Бұл компания бәрімізге таныс. Еліміздегі үлкен финтех компания болып саналады. Компания акциялары Астана, Касы, Лондон, Нью-Йорк қор нарықтарында саудаланады. Сатып алу үшін келесі тикерді жазып іздесеңіз болады. 6-шы орынға жайғасқан компанияда банк секторына жатады. Бір ай ішіндегі сауда-саттық көлемі $513,558 құраған. Бұл компания капитализациясы бойынша еліміздегі ең үлкен банктердің бірегейі болып саналады. Өз қызметін 1923 жылдан бастап ұсынып келеді. Келесі компания былтыр қайталама нарықта орналастыруды жүзеге асырған Кегок компаниясы. Оның бір ай ішіндегі сауда-саттық айналымы $605,648 құрады. Бұл компания электр торларын басқарумен, электр энергиясымен қамтамасыз етумен айналысып келе жатқан компания. Ол 1997 жылы құрылған. Компания акциясын сатып аламын десеңіздер, келесі тикерді жазып, сатып алсаңыздар болады. 4-ші орынға жайғасқан компания ол Қазмұнайгаз компаниясы. Компания акцияларының бір айдағы сауда-саттық көлемі $751,804 құраған. Бұл компания елімізде 2002 жылдан бастап қызметін атқарып келеді. Мұнай және газ өндіру секторында жұмыс істейді. Сатып аламын десеңіздер, осы көрсетілген тикерді жазып іздесеңіздер болады. Енді ликвидтілігі жоғары топ 3 компания туралы айтайық. Үштікті бекітіп тұрған компания ол Банк Центр кредит компаниясы.
бір ай ішіндегі акцияның сауда-саттық көлемі $751.804 құраған. Бұл банк секторында қызмет ететін компания 1988 жылы құрылған және барлық банктік қызметтерді ұсынып келеді. Сатып алу қызықтыратын болса, мына тикерді жазып іздесеңіздер болады. Ликвидтілігі бойынша екінші орында тұрған компания ол Қазатомпром компаниясы. Бір ай ішіндегі сауда-саттық көлемі $2.297.305 құрады. Бұл отандық атомдық компания 1997 жылы құрылған және әлемдегі ең үлкен атом өндіруші компания болып есептелінеді. Астана қор нарығынан сатып аламын десеңіздер, акция тикері келесідей. Астана қор нарығында ең ликвидті болып саналатын компания ол Polymetal International. Сауда көлемі бір ай ішінде $12.764.048 құраған. Бұл ресейлік компания тау-кен өндірісімен, күміс және алтын өндірумен айналысатын компания. 1998 жылдан бастап өз қызметін ұсынып келеді. Сатып алам деушілер келесі тикерді жазып іздесе болады. Сіздер енді қандай акцияларды алсаңыздар оңай сатып жібере алатындығыңызды білдіңіздер. Тізімде көрсетілген акциялар біздің нарықта үлкен сұранысқа ие және жиі сатылатын акциялар болып есептелінеді. Ал сіздерде осы акциялардың кемінде біреуі бар екендігіне сенімдімін. Олай болса, сіздердің портфеліңізде тізімдегі акциялардың қайсысы бар екендігін комментарийға жаза кетіңіздер. Болашақта шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк баса кетулеріңізді сұраймын. Назар салып, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.